Сәлеметсіздер ме бизнес оқушылары, каналға қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода Қазақстан тарихтары бойынша 2-ші тоқсандағы 9-шы сабақ, яғни сақтардың 2-ші сабағы. Сақтар туралы тарихи мәліметтер. Екінші сабағымыз оқу мақсаты ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің құрылуын білу. Сабақтың мақсаты сақ тайпаларының қатысты дерек көздерді мәтін арқылы талдап мекендеген жерлердің картадан көрсететін боласыздар. Яғни Бехустун жазбасына үзінді. Біздің тәуелсіздігімізге дейінгі 1500 жылғы Бехустун жазбасынан суы лайланып алатын екі дарияның ар жағында жазық дала басталады. Осы далада сақ деп аталатын халық тұрады екен деп, осы Бехустун жазбасынан дәлелденген екен. Паршылардың қасиетті кітабы, яғни Авеста сақтардың жүйрік атты туырлар деп атаған. Яғни осы сақтардың мекендеген көптеген жағын ғалымдар, әр ұлттың осы ғалымдар зерттеп әртүрлі пікір қалдырғанда, соның ішінде парсылар манағы жүйрік атты туырлар деп атаған екен. Тапсырма енді мәтінді оқи отырып Тиграхауда, Парадайра, Хаумоварға сақтардың мекендеген аумақтарын анықтап картаға белгілеңіздер. Мен алдыңғы сабақта сіздерге қай жерде Қазақстанның да мекендеген көрсеткен болатынын, енді сіздер өздеріңіз көрсететін боласыздар. Яғни бізде Парадайра, Тиграхауда, яғни Жетісу аймағы, қазіргі Алматы облысы, Парадайра Арал теңізінің маңы, яғни Қызылорда болса, Хаумоварға бізде Сырдария өзенінің бойында. Енді сақтар. Өткен сабақта айтып шықтым да, Армас, Шығыс Қазақстан жақтардан, Тиграхауда, оңтүстік яғни Жетісу аймақтарда, Алматы облысы, Массагеттер, Парадайра, Сарматтарды үйретіміз. Парадайра, мысалы, Массагеттер бізде Үстірт, Маңғыстау, Атырау аймақтарында. Келесі тапсырма жеке жұмыс яғни кестемен. Деректер парс деректермен, грек деректермен сақ тайпаларын қалай атаған. Яғни жүйрік атты туылар құдірет деректерде, гректерде азиялық скифтер деп атаған екен. Сәйкестендіреміз. Нәтижені көрсетіп сіздерге. Бізге авторлар берген кітесей. Сақ әйелдер ержүрек, соғыс қауіпі төнгенде ерлеріне көмек көрсетіп ұрысқа араласады. Страпон олар атқа мінудің шебері, аттың ауыздығы мен ер тұрмандарын алтыннан жасайды. Геродот олар егін екпейді, үй малдарын өсіріп балық аулайды, сүт ішеді, күнге табынып, оған жылқы құрбандыққа шалынады. Паш жазбаларда құдіретті ерлер жүйрік атты туырлар. Грек жазбаларында олар әлемде ең шыншыл, ең әділ халық. Бехустун жазбасында сулы лайланып ағатын екі дарияның ар жағында жазық дала басталады. Осы далада сақ деп аталатын халық өмір сүреді екен. Келесі ежелгі грек рим авторлар және де паш жазбаларының маңызы, бір маңызды жазушылар. Осымен оқушылар біздің яғни сіздерге бір маңызын сөйлетейін. Яғни грек авторлар жазба деректерін негізгі сақтардың тұрмысы, дүниетанымы туралы, мысалы, Страпон дерегінде олар атқа мінудің шебері, күнге құдай ретінде сеніп, оған жылқыны құрбандыққа шалады. Егіншілікпен айналысып қайтып, олар мал өсіріп, балық аулайды деген екен. Енді сіздер қалған екі маңызын жазып орындаңыздар. Осымен бүгінгі оқушылар Қазақстан тарих пәні бойынша 9-шы сабақ аяқталды. Келесі видеода 10-шы сабақ сабағын сау болыңыздар.